Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сезімдер деген ең қызықты тақырыппен танысатын боламыз. Бізге сезімдер не үшін қажет? Біз нені сезе аламыз? Өсімдіктер мен жануарлардың сезім мүшелері туралы қызықты ақпаратпен бөлісетін боламын. Ең әуелі менің каналыма жазылып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Сезім мүшелері. Адамда ең басты 5 сезім мүшесі бар. Ол ауыз, құлақ, мұрын, қол және көз. Бізге сезімдер не үшін қажет? Барлық ағзалар қоршаған ортаны сезе алады. Сол секілді адамдар да қоршаған ортамен кері байланыс жасау үшін, қауіп-қатердің алдын алу үшін, азық табу мүмкіндіктерін орындау үшін сезім мүшелері қолданысқа ие болады. Біз нені сезе аламыз? Біз жарықты, дыбысты, температура, қысым сияқты көптеген тітіркендіргіштерге жауап қайтара аламыз. Одан бөлек көру, есту, сезу, дәм сезу сияқты мүшелеріміз жұмыс жасайды. Біз қоршаған орта тітіркендіргіштерін қалай сеземіз? Сенсорлы рецепторлар деп аталатын арнайы нейрондар тітіркендіргіштерді анықтап, оларды электр импульсына айналдырады. Кейін олар орталық жүйке жүйесіне беріледі. Адам ағзасындағы сенсорлы рецепторлардың 4 түрі бар. Олар механорецепторлар, терморецепторлар, хеморецепторлар және де фоторецепторлар болып табылады. Бұл рецепторлар көз, құлақ, тіл сияқты сезім мүшелерінен жинақталған. Теріде де әртүрлі рецепторлар жиынтығы бар. Мына суретке қарайтын болсақ, арнайы рецепторлар жасушалы мұрын қуысының артқы бөлігінде орналасқан. Яғни тілде де, тілдің ұшында, тілдің екі жиегінде және де тілдің артқы жағында да әртүрлі дәм сезу рецепторлары орналасқан. Жануарлар сезім мүшесі. Жануарлар қоршаған ортаны өзгеше сезе ала ма? Иә, кейбір жануарлардың сезім мүшесі өте қатты дамыған. Мысалы, құстарды алатын болсақ, жыртқыш құстардың көздері өте қырағы болып келеді. Ал иттердің сезім мүшесі өте қатты дамыған. Жануарлар қоршаған орта өзгерістерін әртүрлі жолдармен сезеді. Мысалы, кейбіреуінде анық көргіштік болса, кейбіреуінде иіс сезім мүшесі жақсы дамыған болып табылады. Ал кейбір балықтар электр өрісін анықтай алса, ал кейбір жыландар инфрақызыл жарығын анықтап жақсы сезе алады. Иттер адам сезбейтін иісті қалай сезеді? Адамдар да 5 миллионға жуық иіс сезу рецепторлары болса, иттерде 100 миллионға дейін иіс сезу рецепторлары бар. Сонымен қатар иттердің рецепторлардан келетін ақпаратты қорытатын ми бөлігі адамдардікіне қарағанда үлкенірек болып келеді екен. Механорецепторлар мен терморецепторлар дегеніміз не? Механорецепторлар механикалық тітіркенуді анықтайтын сенсорлы жасушалар. Олар вибрацияны, қысымды және ауырлық күшін сезеді. Біз оларды біздің ішкі құлағымыздан табамыз. Олар сол жерде дыбысты, ауырлық күшін, қимылды сезеді. Сондықтан да бізге естуге және баланс сақтауға мүмкіндік береді. Терморецепторлар теріде жиі кездеседі. Олар температураны анықтай алады. Рецепторлардан келген ақпарат орталық жүйке жүйесіне барып, мидың термобақылау орталығына хабар береді. Бұл орталықтардан кейін жылу мөлшерін бақылап, ағзаның қалыпты температурасын сақтауға көмектеседі. Келесі хеморецепторлар дегеніміз не? Хеморецепторлар қоршаған ортадан белгілі бір химиялық заттарды анықтай алады. Олар тамақтануды, тітіркенуде және де басқа да жағдайда өте маңызды болып табылады. Олар көбінесе тіл мен мұрын жолдарының шырышты қабықшаларында кездеседі. Мұрын жолдарындағы хеморецепторлардың мыңдаған әртүрлі химиялық заттарды анықтай алады. Сол себепті біз иісті сеземіз. Ал тілде рецепторлар жасушалары бірге жиналып, дәм сезу рецепторын құрайды. Яғни, біздің дәм сезу сезіміміз тек тілден емес, сонымен қатар мұрын жолдарындағы рецепторлардан да келеді екен. Келесі фоторецепторлар дегеніміз не? Фоторецепторлар әртүрлі толқын ұзындықтарын және де электр импульсінің айналдырады. Сосын олар мидың көру орталықтарына жібереді. Адамның ағзасындағы фоторецепторлар көздің артқы бөлігінде торлық қабықшаның ұлпа қабаттарында жинақталған. Яғни фоторецептор дегеніміз көру мүшесінің рецепторлары болып табылады.
Келесі тақырыбымызды қосымша сұрақтармен аяқтағым келіп отыр. Суық дегенде біз не себепті иіс сезе алмаймыз? Егер сізде тұмау болса, сіздің мұрын жолдарындағы шырышты қабықшалар қабынып, шырышпен қапталады. Бұл заттардың иісінің иіс сезу рецепторларына жету және оны сезуді қиындатады. Сонымен қоса сізге дәм сезу үшін иіс сезу де керек. Сондықтан дәм сезу сезімі де жоғалады. Музыканы қатты дыбыспен тыңдау не себепті зиянды? Концерттерде болатын қатты дауыс ішкі құлақтағы сезімтал мембрана мен түкті жасушаларды зақымдауы мүмкін. Адамдарда концерттен кейін құлағының естімей қалу жағдайы жиі болып тұрады. Бірақ қатты дауыстың әсері кумулятив болып табылады. Қазіргі кезде бұрынғыға қарағанда көптеген жастардың естімей қалуы жиі кездеседі. Оның бірінің себебі құлаққап киіп жүреді. Сол себепті құлаққапты жиі кимеуге кеңес берер едім. Неге кейбір адамдардың иіс сезу мүшелері басқаларына қарағанда жиі жақсырақ болып келеді? Кейбір адамдардың иіс сезу мүшелері басқаларына қарағанда жақсы дамыған. Яғни ол кейбіреуінде ата-анасынан берілетін тұқым қуалаушылық әсерінен болуы мүмкін. Негізінде ең қызығы, ол балдарда иіс сезу мүшесі жақсы дамыған болса, көптеген қыздарда көру, яғни көз мүшесі жақсы дамыған болып келеді. Көз мүшесінің рецепторлары жақсы дамыған болып келеді. Назарларыңызға рахмет. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.